Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге айқас интеллектуалды ойынын көрсетемін. Бұл ойын YouTube арнасында бар. Осы ойын көрсетілген, яғни сол ойын түрі бар. 5 кезеңнен тұрады. Ал мен оны сабақта қолдану үшін қысқартырып 3 кезеңді етіп жасадым. Өздеріңіз кезең қоссаңыздар да болады. Енді мен осы құрастырылған шаблонды қазір көрсетіп өтейін. Одан алдын сіздер осындай телевизиялық ойындар, мысалы Қыз екен, Жүзден жүйрік, Миллион, тағы да басқа да көптеген ойындар, яғни телевизиялық ойындар бар, интеллектуалды. Солардың шаблондары бар менде, барлық видеолары бар. Осы заманауи мұғалім YouTube арнасынан көрсеңіздер болады. Енді қазір мен сіздерге осы ойынның қысқаша кезеңдері бойынша көрсетемін. Бірінші кезең бізде сәлемдесу деп аталады. Сәлемдесу кезеңінде ол тест түрінде болады. Сұрағы, одан кейін варианттар түрінде 4 варианты болады тест түріндегі. Сол варианттарға белгілеу арқылы жауап береді. Одан кейін кезеңіміз бізде жамбы деп аталады. Бұл кезеңде мына жерінде тігінен дегеніміз былай, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6-ға дейін тұр. Бұл жерде жауаптары 6 әріптен тұру керек. Сондай сұрақтар жазылады, жауабы 6 әріптен тұрады. Осы нені толтыру керек. Одан кейін мына жерінде көлденеңінен тағы да 2 сұрақ болады, 8 сұрақ. Бұл жерде мынау кезеңде де 8 сұрақ, әр кезеңде 8 сұрақтан. Мына жеріндегі мысалы 6 әріптік бір сөз болады. Осы сөздегі әріптер мына сөздегі әріптермен тура келу керек. Сондай, былайша айтқанда бір кроссворд сияқты ғой, в общем, сондай шаблон, сондай кезең. Одан кейінгі кезең бұл жерде ширату кезеңі, бұл жай ғана сұрақ-жауап түріндегі кезең. Енді барлығын ашып көрсетейін, өзінің звугы бар бас салуында, жаңа ашып көрсеттім заставкасын. Одан кейін фонындағы звугы бар. Басынан бастап ашамыз, сначала. Осылай басталады. Ойынды бастау батырмасы арқылы ашамыз. Жаңа айтқанымда 3 кезеңі. Фонында осындай звук шығып тұрады, өшіріп қойсаңыздар болады, или болмаса керек болса қосып қоямыз. Енді сұрағы шығады, варианттарымен бірге. Қате болса осындай дауыс шығады, дұрыс болса осылай. Бүйтіп өткізіп отырамыз, бір рет бассақ өте береді. Келесі сұрақтарға қате болса барлық істейтін, қате болса осындай, дұрыс болса былай міне. Енді қалғандарын көрсетейін, мыналардың бәрін белгілемей тез-тез өткізіп жібере салайық. 6, 7, соңғы сұрағым 8 сұрақ, міне. 8 сұрақтан кейін екінші кезең жамбы ату, жаңа айтқандай тексеру батырмасы арқылы жауап шығарады. Яғни қалай екенін көрсетіп өту ғой бұл жерде менде мақсат. Жаңа айттым ғой, сұрақтан мына жерге сұраған жазылады, жауап деген жері жауабын жазады. Ойынды көрсету барысында жауап шықпай тұрады, осылай тексеруді басқан кезде жауабы шығады. Өшті өткіземіз. 6, 7, 8 міне. Одан кейін үшінші кезең ширату. Бұл жерде де былай шығады, тексеру жауап шығады. Енді бәрін бір-бірлеп көрсетудің қажет жоқ. Так, сұрағын қалай көбейтеміз деген сауал болатын болса, сіздерде мынау слайдты дублировать етіп, сұрақ санын көбейте бересіздер. Өте оңай. Тек қана бізде бұл жерде өткізу, интерді басып өткізсеңіздер, мешті басып өткізсеңіздер де болады. Яғни кезеңі несі өзгермейді, анимация сақталады. Дублировать жасаймыз, әрбір слайдты дублировать етіп, сұрағын көбейтсеңіздер болады. Азайту керек болса, врезать етіп алып тастайсыздар. Енді сұрақ жазыңыз деген жерге, мына жерге сұрағы, мына жерге дұрыс жауап, қате жауап. Варианттар енді басқа шаблондарды сияқты, бұл да оңай. Есеп болса есеп жазылады мына жерде. Логикалық сұрақтар болсын, логикалық сұрақтар жазылады. Пәніңізге байланысты болсын, іс-шара болсын, қолдана бересіздер. Бұл интеллектуалды ойын YouTube арнасында бар, сол бойынша құрастырылған жалпы. Бұл жерде 5 кезең, ал мен қысқа ретінде 3 кезең ретінде құрастырдым. Бұл шаблонды мектепте, универде, колледжде қолдана болады. Егер керек болса, маған комментарийға өтіп жазсаңыздар, сол жерде толығырақ айтамын. Назарларыңызға рахмет.